деп кіріп келесің. Қалайсыздар, қайырлы таң барлықтарыңызға. Көңіл күйдеріңіз қалай? Жаза кетсеңіздер болады. Бүгін бір керемет көңіл күйде келіп қалдық. Ой, міне сәтсіздік әдемі жүр. Қалайсыздар, қалай келіп қалдыңыздар? Ой, керемет. Әдеміміз. Ой, рахмет. Ешқандай бір керемет оймен, тілекпен қалайсыздар екен. Барлықтарыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Дочаларымнан бүгін бірінші подаркымды алдым жеке өзіме. Сондай күшті, рахмет, үлкен көңілдерің самый лучший на папином свете деп жазып қойыпты міне. Рахмет, вы тоже самые лучшие. Самые лучшие. Одан алдыға қара қойдың жүнінен ала жүнті есейін, сауынды кесейін дейді. Тәй-тәй бассам мәз болам дейді. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін деп жатады. Енді бұна үлкен азамат болсын баламыз. Енді қазақтың дәстүрінен аттамай мінеге ала жүнтпен кесейік, үлкен азамат болсын. Жалпы үлкен азамат болсын, мінгені жүйрік қазанат болсын. Жүрген жер осындай тойыма жамағат болсын. Ел саулығы аламат болсын, өмірі ғаламат болсын. Бойында жақсы үш қасиет болсын, тәуба шүкір қанағат болсын дейміз. Жалпы сөзге шешен болсын, ел бастайтын көсем болсын, талантты, дана, дарынды бала. Ала жібін аттап кетпесін деп, шөппен кескен екен, шегіп кетпесін деп. Қайсын аласың? Қалай болып тұр? Жалпы мынау жаңа жігітке 80 өнерді аз дейді ғой, жалпы 8 жылы бір сырлы болайын деп тұрмын, мына бәрі осынды болып тұр. Алдында болады, врачта болады, дәрігерде, әншіде болады, атқада мінеді, бай болады, актерда болады, спортсмен. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Мен сыртқа шықсам да жалғыз емеспін. Әр кезде Нұржанның екі қанаты болып кеп қалды. Отыр, ассалаумағалейкум, жаным, отыр. Жони бауырымды жалғыстырады ба? Андай бар ғой, білесің ба? Андай себепсіз дейтін бар ғой, білесің ба? Себепсіз? Сен жақсы көретін су беріп. Сен жақсы көретін манго, горилла. Ара, видеостар деген сол ғой. Ертіп қалды, давай. Со, бүйтеді. Маған айтады, камераң қосып шықшы дейді кәдім. Мен күйеуім Әлі, доказышын көрмейдің бәлі. Жоқ, көреді. Ойпыман. От души бауырым. Нұрекеңе жанына. Екі қанаты болып отырмыз әр жерде. Сен сырттай біз қолдаймыз. Бақты өкеш, срочно бақты өкеш, Нұрекем. Болды ағайын. Жаным түшмәу. Мәзіп қолымды? Күшті қолымды. Давайте. Кешір достар, қалайсыңдар? Бүгін уже 28 ноябрь. Ертең Құдай қаласа біздің Ақжарқынның уже Құдай қаласа тойы. Ертең Құдай қаласа тойына барам. Көлікті әлі алған жоқпын. Ертең базарға барам, білеу қаққа барам өте көлік іздем. Жайық мәселе ол емес. Неге кеш шығып жүрсіңдер эфирға десеңдер, қыздар былай ғой. Мен Ақжарқынның тойынан кейін мен жігітім өтіп қалды ғой. Үйді жалғыз қонамын дегенде. Сондықтан мен 3 күнде ұйықтаған жоқпын. 3 күннің ішінде мен алдың күні 2 сағат па 3 сағат па ғана ұйықтаған болатынмын. Жылаған күні ше. Жылап дәріс ұйықтап қалған ба. Содан бері, представляете, сонда понедельниктен бері, мына кеше четверг па, четверг күнде ұйықтамай, мына бүгін пятница таңертең ұйықтап тұрмын ба. 4 күнде ұйықтап алыппын. Вот сол жалғастырған адам сондай болады. Айтпақшы, айтар жаңалығым бар. Ақжарқынның ұзатуына барам деп, не деген жігітімен ажырасып кеткен болатын, ұрсысып, ренжісіп, 4 күн ұйықтамай дегенде. Кстати, я с ним помирилась болған кезде. Мы уже поняли, что не созданы друг для друга деген сияқты. Енді зачем бір бейбітшілік заманда қайта айтатын сөзім бар. Дұшпан арттырғанша, давай станемся друзьями деп, енді қазір біз доспыз. Әйтеуір шүкір Алла, енді қазір дос болып қалдық. Я против него ничего не имею. Сейчас мы с ним друзья. Айтпақшы, енді ертең тойға барам. Енді көрдіңдер ме, тойға бару үшін жігіттен сұрану керек. Енді жігітті тыңдап алсаң болса ажырасу керек дегенде. Теперь мы друзья с ним.
у нас хорошие отношения, все бәрі жақсы бізде. Сол Құдай қаласа енді ертең ұзатуға барамын. Ақжарқынның тойда күтіңіздер. У меня сейчас тойское настроение. Алиса, включи песню. Енді айтайын дегенім көп адамдар ойлайтын шығар. Бәрі жамандап болды ғой деп. Негізінде бақа қатты мен сияқты қатал болса да енді еркек қой енді. Бір саты төмен шығармай қаламыз ғой кейде енді. Той үшін ұрысып қалғанымыз енді болмайды енді, мелочи жизни, но ничего страшного. Всякое бывает. Оны жамандай бермей жақсы жағында айтып кетейін. Мен 5 ай запойға кеткен кезде, ол мен танысып жүрген кезде, ол мен запойдан шығарды, кодировать етті, помогал мне капсулу упаковать, доставлять почтаға, ну и вечер, когда я после больницы вышла, он за мной ухаживал, уколы ставил, обрабатывал, в общем, камера қойды, енді ол еркектің қыз, ну көп заттар сен айта берсең көп. Мен де өзім бағымды жолықтырармын, ол да өзінің бағын жолықтырар, енді мәңгілік дос болып қалдық. Айтпақшы, менің басым бос, жігіттер. Сол, я в активном поезде. Ал, девочки, у меня тойское настроение. Құдай қаласа ертең Ақжарқын мен Дәулеттің тойы, бетіме мән бермеңдер ертең. Қалай жатыр оны орқыз деп. Және де ертеңгі тойға басым бос дедім, білесің, баратқан бір екі причинам бар. Уважительная причина, между прочим. В первую очередь, енді әрине Ақжарқын үшін барам, 8 жыл бірге жүрген менің жақын құрбым Дәулет екеуі үшін барам, әрине, соларға бақыт тілеймін. Ал екінші мәселе, осын сторис қылсаңдар Ақжарқын Дәулет. Енді біз енді өзіміздің айда жарқын аппақ бетін күнге көрсетпеген әдемі, инабатты, ибалы, тәрбие көрген жақсы қызымызды беріп жатырмыз Ақжарқын. Енді сізде мені әсіресе құр қол жібермейтін шығарсыңдар. Естіп жатырмыз Дәулеттің қаншама достары деген өзі сияқты спортсмен, непющий, шабандоз, анау мынау дейді. Сол енді шабандозды бұрыннан бері іздеп жүріп қой, енді мен құр қол жібергендер ертең біреуісінің басын байлап үйіме алып кетсем, абай болыңдар Дәулеттің достары.